бастамасы бұрын топқа бөлініп отырып алайық. Ол үшін қазір мен кездейсоқ таңдау арқылы бөлеміз. Әркім сол жерге барып отырсын. Бірінші топ онда отыра қойыңыздар. Мөлдір, Ержан, Қарақат, Аян. Екіге барасың. Сен барасың дейді. Топқа бөлініп орналасып болса, әр топтан бір оқушыдан топбасшы болып отырып, топтағы оқушылардың сабаққа қатысын бағалап отырамыз. Қазір өткен сабақты қайталау мақсатында сіздерге тапсырма беремін, жеке-жеке. Соны әрқайсымыз орындап шығайық. Кеңеске ал. Сіздерге берілген тапсырмада бірінші екілік, сегіздік, ондық, 16-лық санау жүйесі. Өткен сабақта біздер сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру деген тақырып өткен болатын. Сол бойынша екінші санау жүйесіндегі санды 8-лікке, 10-лыққа, 16-лыққа, сәйкесінше 8-ліктегі 2-лік, 10-лық, 16-лыққа қойып шығамыз. Тез-тез орындайық. Жұлдызша бойында кім қаншалықты деңгейде жауап бергеніне байланысты. Жұлдызша? Тапсырма орындалса, жұлдызша қойын, тапсырма орындалмаса қоймаймыз.
И 1-0. А 2-0. 2-0 ма? Иә. Жоқ, 1-0, 1-0. Былай керек. 278 деген болды. 0-1-0-1. Бес. Көйткенде шыққан сан ол сенде. Мынаны 2-ге көйткенде x'ін алып шықты, ол дұрыс. Мынаны 8-ге айналдырғанда 120 депті. Енді 16-ға айналдырғанда мынаны 4-ге көресіңізге. Мынаны 4-1-10 бар. Бұны қара зеймені шимна жасылды. Тапсырманы орындап болсақ, топ басшысына берейік тапсырмаларымызды. Жинап. Сендетіп бере қояйық. Бағалап болдық па? Иә. Так, бағалап болса, енді топқа тапсырма. Топқа тапсырма. Отырып, есептеп шығарамыз. А және 10-шы сыныптарында 10, 11, 2 санау жүйесіне ер бала бар. Барлығы 18, 16 санау жүйесіне оқушы болса, қанша қыз болғаны? Есептеген кезде, мысалынан 10, 11 деп тұр ғой, соны 2 санау жүйесінен 10 санау жүйесіне айналдырып аласыз. Сосын 16 санау жүйесінен де 10 санау жүйесіне айналдырып аласыздар. Біріне жаңадай істейсіз. Жоқ, орындамда отырып кеткен де. Бәлкім өзіндегі топсылар есептері. Мынаны 10-ға айналдырасың, мынаны 10-ға айналдырасың, мынадан мынаны алсаң, ер баласына шығады. Бірді 2-ге көйтеміз. Мына 20-ны 2-ні 16-ға, 0-ді 16-ға көйтеміз. Біреуін 0 дәрежесі, сосын біреуін мынандай түсесіңдер. Бізде шықпа 22 жауап. 22. Үшінші топ болып па? Үшінші топ болды ма? Сөйтіп басқа біздікі 22 шықты. Біздікі 24 шықты. 24. Неше шықты? Бірінші топтың есебі болды. Екінші топтың есебі болды. Үшінші топ болды ба? Жауабы? 27. Жақсы. Олай болса, үй тексеру үшін онлайн калькуляторды қосып,
сол жерден есептеріміздің жауаптарын қарасақ болады. Соны қарайық, онлайн калькуляторларыңызды қосыңыздар. Қостық. Бүгін есеп па? Дұрыс шығып жатыр, тексеріп отыр. Дұрыс шығып жатыр. Онлайн калькулятор. Мынандай болады апай. Қарастырсын. Мынандай болады. Он бір шықты дұрыс. Он дұрыс. Сол 84 или 86? Бұл қате екен. 10. Бұл қате жауап. Бұлай емес. Бір. Кеттік. 427, 16-ға кеттік. Бірақ бұл жерде не үшін елеуге жас болады? 1 дегеніміз неше екен? 1-ді санаймыз оны.
операциялар деп аталады. Сабақтың мақсаты логикалық операцияларды қолдану, дизъюнкция, конъюнкция, инверсия. Логикалық операциялар бұл нәтижесі ұғымдардың мазмұны немесе көлемінің өзгеруі, сондай-ақ жаңа ұғымдарды қалыптастыру болып табылатын ақыл-ой әрекеттері. Логикалық операцияларға логикалық көбейту, логикалық қосу және логикалық теріске шығару жатады. Логикалық көбейту дегеніміз берілген пікірлердің кем дегенде біреуі ақиқат. Логикалық көбейту дегеніміз берілген пікірлердің барлығы ақиқат болатын жағдайда ақиқат болатын, қалған кездің барлығында жалған болатын болса, бұнда ол логикалық көбейту немесе конъюнкция деп аталады. Егер берілген пікірлердің кем дегенде біреуі ақиқат болатын болса, ақиқат мән қабылдайтын болса, бұнда ол логикалық қосу немесе дизъюнкция деп аталады. Егер берілген пікірлердің бір-біріне қарама-қарсы, яғни ақиқат болған кезде жалған, жалған болған кезде ақиқат мән қабылдайтын логикалық операцияның түрі инверсия немесе теріске шығару деп аталады. Жеткілікті. Оқушылар, бүгінгі сабақ түсініктірек болу үшін кішігірім видеомызды тамашалап алайық. Сіздер ойлап көрдіңіздер ме? Адам қалай ойланады? Біздің сөйлеуіміз тұжырымдау болып саналады ма? Әлде жоқ па? Арифметикалық және логикалық көбейтудің айырмашылығы мен ұқсастығы неде? Осы және де басқа сұрақтарға біз бүгінгі сабақта жауап алуға тырысамыз. Сонымен қатар негізгі логикалық өрнектері және амалдарымен танысып, ойлаудың кейбір компоненттерін білетін боламыз. Бүгінгі сабақ тақырыбы логикалық операциялар, яғни дизъюнкция, конъюнкция, инверсия. Сабақтың мақсаты логикалық операцияларды қолдану. Ежелгі грек ойшылдары жасалған ілімдер қазіргі логиканың негізі болып табылады. Дегенмен, ойлау формалары мен тәсілдері туралы алғашқы ілімдер ежелгі Қытай мен Үндістанда пайда болды. Формальды логиканың негізін қалаушы Аристотель. Ол ойлаудың логикалық формаларын біріншіден оның мазмұнынан бөлді. Логика ойлаудың заңдылықтары мен формаларын зерттейтін ғылым. Дәлелдеу және тұжырымдау әдістері туралы ілім. Пікір бұл әлемді түсінудің тұжырымы. Пікір бұл тұжырымды растайтын немесе жоққа шығаратын хабарлы сөйлем. Пікірді ақиқат немесе жалған деп айтуға болады. Ұғымдардың байланысы, нақты заттардың қасиеттері мен қатынастарын дұрыс көрсететін ақиқаттық пікір. Шындыққа қайшы келетін пікірді біз жалған деп айтамыз. Ақиқат пікірді анықтап көрейік. Париж Англияның астанасы. 11 саны жай саны. 4 қосу 5 тең 10-ға. Кейбір аюлар солтүстікте өмір сүреді. Барлық аюлар қоңыр түсті. Егер сіздер 11 сан жай саны және кейбір аюлар солтүстікте өмір сүреді деген пікірлер ақиқат болса, онда сіз тапсырманы дұрыс орындадыңыз. Егер пікірлер логикалық амалдармен байланысса, онда оларды логикалық өрнектер деп атайды. Логика алгебрасында пікірлермен әртүрлі логикалық амалдарды, яғни операцияларды орындауға болады. Сандар алгебрасына бекітілген қосу, бөлу, көбейту және дәрежелеу сияқты. Логикалық операциялардың пікірлер қарапайым және құрама болады. Логикалық операция бұл нәтижесі ұғымдардың мазмұны немесе көлемінің өзгеруі, сондай-ақ жаңа ұғымдарды қалыптастыру болып табылатын ақыл-ой әрекеті. Мысалы, Карлсон жер түрінде өмір сүреді және балмұздақпен емделеді. Бұл құрама пікір, себебі екі қарапайым пікірден құралады. Карлсон жер түрінде өмір сүреді және Карлсон балмұздақпен емделеді. Байланыс сөзі
және бұл логикалық операция болып табылады. Адамның барлық ойлау қабілеті, сонымен қатар қазіргі техникалық құралдардың ақпаратпен жұмысы келесі әрекеттерге негізделген. Ол үш логикалық операция. Логикалық келіске шығару инверсия, логикалық көбейту конъюнкция және логикалық қосу дезинфекция. Әр операцияға көңіл аударайық. Логикалық көбейту конъюнкция. Конъюнкция ақиқат. Егер барлық пікірлер ақиқат болса, келесі пікірлерді қарастырайық. Бірінші мысалда екі пікір де жалған. Екінші мысалда бірінші пікір жалған, екіншісі ақиқат. Үшінші мысалда бірінші пікір ақиқат, екіншісі жалған. Төртінші мысалда екі пікір де ақиқат. Екі жай пікірдің конъюнкциясы тек төртінші мысалда ғана ақиқат болады. Себебі алғашқы үш мысалда екі пікірдің біреуі жалған болды. Дезинфекция, логикалық қосу. Дезинфекция ақиқат, егер пікірлер арасында бір пікір ақиқат болса. Тағы да келесі пікірлерді қарастырайық. Бірінші мысалда екі пікір де жалған. Екінші мысалда бірінші пікір жалған, екіншісі ақиқат. Үшінші мысалда бірінші пікір ақиқат, екіншісі жалған. Төртінші мысалда екі пікір де ақиқат. Екі жай пікірдің дезинфекциясы ақиқат, егер пікірлер арасында біреуі ақиқат болса. Логикалық терістеу, инверсия. Инверсия ақиқат, егер бастапқы пікір жалған болса. Және де инверсия жалған, егер бастапқы пікір ақиқат болса. Мысалы, қолтырауындар ұша алады деген қарапайым пікір болса, логикалық теріске шығарудың нәтижесі болады, қолтырауындар ұшып кетуі мүмкін емес. Тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші. Олай болса, кітаптарымыздың 49 бетінде есеп 49 бетіндегі есептерді шығарайық. Бірінші топқа бірінші, екінші топқа екінші, үшінші топқа үшінші есеп. Кезде пікірлердің барлығы екеуі де ақиқат болуы мүмкін. Біреу ақиқат, біреу жалған ақиқат, немесе екеуі де жалған болуы мүмкін. Сол кезде екеуі де ақиқат болса, қосқан кезде ақиқат болады. Біреу жалған болса да ақиқат, қалған кезде жалған болады. Дәл сол сияқты сізге берілгенде қосылып тұрса, екі бір тұрған жерге бір қоясыз, бір егер көбейту болатын болса, тек қана бір, екеуі де бір болып тұрған жерге бір, қалған жердің барлығына нөл қоясыз. Сөйтіп кестені толтырасыңдар. Мына есте тұр ғой, X пен Y-дің мәндері екеуі және қосу кезінде мына жерде барлығы бір болады. Көбейту болатын болса, барлығы мына жерде бір болады, мына жерлерде нөл болады. Көбейту болса. Сізге екінші степ. Олай болса, бір есептің шығару жолын көрсетейін. Мысалы, бізде берілген мысалда
x, y және z деген үш пікір берілген. Үш пікірдің бірінші мүмкін болатын мәндерін жазып аламыз. Бірінші, екінші, үшінші. Ол пікірлердің барлығы ақиқат болуы мүмкін, немесе екеуі ақиқат, біреуі жалған болуы мүмкін, немесе екеуі ақиқат, екеуі жалған, біреуі ақиқат болуы мүмкін. Және ол пікірлердің үшеуі де жалған болуы мүмкін. Есепті енді мүмкін болатын мәндердің рас болғаннан кейін бірінші логикалық терістеу амалын орындап аламыз. Y терістеудің мәндерін мына жердегі өзінің меншікті мәндерін аламыз. Егер мына жақта ақиқат болса, жалған болады. Ақиқат жалған, жалған ақиқат, мынау жалған болады, ақиқат болады, жалған болады, ақиқат болады. Сәйкесінше мәндерін рас болғаннан кейін енді x пікір мен y пікірді бір-біріне көбейтеміз. Яғни біз мына жердегі пікір мен соңғы y терістеудегі пікірді бір-біріне көбейтеміз. Біз білеміз, конъюнкцияның кезінде егер берілген пікірлердің барлығы ақиқат болған кезде шешім ақиқат болады, қалған жердің барлығында жалған болатын еді. Енді қарайық, біріншісі ақиқат, екіншісі жалған болса, жалған мән шығады, мына жерден жалған мән шығады, мына жерде қараңыздар, екеуі де ақиқат болып тұрған жерден ақиқат мән шығады, жалған, мына жерде ақиқат, жалған мән шығады. Енді осы шыққан өрнекте пікірге z деген соңғы пікірді көбейтеміз. Бізде мына пікір мен мына пікірді екеуін көбейтейін деп жатырмыз. Яғни екеуі қатар ақиқат болған жерден ақиқат болады, қалған жердің барлығында жалған мән қабылдайды. Міне, мына есептің жауабы соңғы жол осындай. Осы мысалға қарап отырып, берілген есептерді шығарамыз. Оқушылар, кейде пікірлер берілген кезде көбейту деген таңба, және деген таңбамен алмастырылып беріледі. А терістеу, көбейту, Б терістеу және қосу А. Бұл жерде бізде екі пікір берілген. Демек біз екі пікірдің мүмкін болатын мәндерін жазып аламыз. А және Б. Екеуі де ақиқат болуы мүмкін. Біріншісі ақиқат, екіншісі жалған болуы мүмкін. Біреуі жалған, екіншісі ақиқат, немесе екеуі де жалған болуы мүмкін. Сабақтың басында түсіндіргендей, бірінші терістеу амалдарын орындап аламыз. Бірінші А терістеу, яғни берілген пікірлер ақиқат болған жағдайда жалған, жалған болған жағдайда ақиқат мәнге ие болады. Демек, бірінші екеуі жалған және соңғы екеуі ақиқат болады. Енді В пікірімізді терістеп аламыз. Жалған ақиқат, жалған ақиқат. Келесі көбейту амалын орындаймыз. Яғни А терістеу пікірімізге В терістеу деген пікірді көбейтеміз. Көбейткен кезде жаңа айттық біз, екеуі ақиқат болатын жерде ғана, барлық пікірлердің барлығы ақиқат болатын жерде ғана ақиқат болады да, қалған жердің барлығында жалған болады. Демек,
біреу ақиқат біреу жалған кездердің де барлығында жалған мән қабылдайды да тек екеуі ғана ақиқат болған кезде ақиқат мән қабылдайды. Келесі соңғы осы шыққан пікірге қосамыз бірінші пікірді. Демек, мына шыққан мәнмен бірінші бастапқы мәнді қосамыз. Бұл жерде қосуда біз жаңа айттық. Берілген пікірлердің кем дегенде біреуі ақиқат болатын болса, ақиқат мән қалған кезде жалған мән қабылдайды деді. Демек, бірінші пікірмен ақиқат, мына жерде жалған, және ең соңында ақиқат мән қабылдайды екен. Топбасшылар, жаңа берілген бағалау бетшесіне тобымыздағы оқушылардың барлығының сабаққа қатысу барысын бағалап отырамыз. Ұмытып кетпеңіздер. Нәтижені сыза беріңізші дәптерлеріңе. Көшіре беріңізші дәптерлеріңе. Сіздерге WhatsApp-тарыңызға сілтеме жібердім. Сол сілтемеге кіріп, бүгінгі сабақты қаншалықты түсінгенімізді білу үшін берілген тапсырмаларды орындай қойыңыздар. WhatsApp-тар ма? Иә. Қанша салады? Телефон бар. 아빠 이거 웹잖아. Ой, уже жиырма кетті. Неге рәсім қандай? Сойы сияқты тапсырмаларды орындау арқылы есікті ашамыз. Яғни 3 тапсырма берілген. Сол 3 тапсырманы орындаған кезде сізге жабық тұрған есік ашылатын болады. Нұрдәулеттің есігі ашылыпты. Қосуға логикалық қосу, дизъюнкция, қосу. Logikалық ақиқат жауап. Пікірлердің барлығы ақиқат болған кезде жауап қандай жоқ. Өшіп қалды сенің. Ол не ол продукция ма ол? Иә, продукция.
логикалық қосу бағытша қалай аталады? логикалық қосу деген қалай? немесе дисфункция қосу. Неге ашылады? Көз үшін бе? конъюнкция деймін ба? кездегі қабылдайтын Болмайды, көз зайышы екен ғой. логикалық әкеледі. Болма. жазғандай логикалық операция. Қолын түсір кімнен? Алып кел. Переводтан жазып жатқан қол. бас. Ашмайын енді тапсырманы орындаған. Сен көкіректен тұрады, аш ал сен. Сен ашқаннан кейін жіберемін. Кері байланыс ретінде берілген сілтеме бойынша жауаптарыңызды жібере қойыңыздар. Бүгінгі сабақта қай бөлім ұнады? Сілтемеге кіреміз. Кіндік сілтемеге апай өзіміз алып жібердік. Кері байланыс. Сабмит жасыз. Бана айтып ма? Үйге тапсырмаға 20-ші беттегі кестені толтырып келеміз. Жарайды. Тақырыпты қайталап оқимыз. Жарайды. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.